үйіңізге, бизнесіңізге немесе магазинға камера қойғыңыз келеді, бірақ қандай камера қойғыңызды білмейсіз. Онда бұл видео сіз үшін. Бізде әртүрлі модельдегі 4 IP камерамыз. Бірінші 2 мегапиксельді High Vision камерасы, екінші камерамыз 4 мегапиксельді High Watch камерасы, үшінші камерамыз 8 мегапиксельді High Vision, төртінші камерамыз 4 мегапиксельді Varifocalный High Watch камерасы. Қазір осыларды орнатып, айырмашылығы мен качествосын көрсететін боламыз. Сонымен камераларымызды орнатып қостық. Қазір енді салыстыратын боламыз качестволарын. Бірінші камерамыз 2 мегапиксельді камера, екінші камерамыз 4 мегапиксельді камера, үшінші камерамыз 8 мегапиксельді камера, төртінші камерамыз 4 мегапиксельді Varifocalды камера. Так, бірінші камерадан бастаймыз. Үлкен экранға шығарамыз и жақындатып көреміз адамның түрін. Максималды жақындаттық. Балалардың түрі анық көрінбейді бұл жерде. Бұл жақындатқан кезде качествосын жоғалтады. Так, енді екінші камерамызды көреміз. Тоже үлкен экранға шығарамыз и жақындатамыз. Бұның да качествосы осылай. 4 мегапиксельдіміз. Так, енді үшінші камерамыз 8 мегапиксельді камерамызды көреміз. Мына жерде бір айтып кетерлік жайт. Бұл жерде 8 мегапиксель толық өз форматында ашылған жоқ. Мониторымыз кішкентай болғанға себепті бұл жерде Full HD мен ашылды. Негізі ол 2К-ны поддерживать ететін камера. Жақындатып көрсетемін тоже. Бұл да жақындатқан кезде 4 мегапиксельді камерадан айырмашылығы болмай тұр. Айтып өткендей толық ашылған жоқ өз форматында. Так, енді төртінші камерамызды көреміз, Varifocalды камераны. Так, қазір жақындатам. Көргеніңіздей бұл жерде Varifocalды камераның качествосы жақсы басқаларға қарағанда. Бұл камера өзі осындай алыс қашықтықты жақындатып, анық көру үшін арналған. Ұсақ түйек заттардың жақсы көрсету үшін. Байқаған болсаңыздар, мына жерде балалардың түрі анық. Машинаны байқасаңыздар да болады. Енді қалпына келтіреміз. Және осы саланың маманы ретінде қандай нысандарға қандай мегапиксельді камера қойған дұрыстығын айта кетейін. Оның ішінде үй, дача, офис сияқты жерлерге 2-4 мегапиксельді камера жеткілікті. Ал одан да басқа магазин, садик, склад, СТО сияқты сапа маңызды жерлерге 4-5 немесе одан да жоғары мегапиксельді камера қойған дұрыс. Ал кассаларға Varifocalды камералар. Егер қандай камера керектігін білмесеңіз, хабарласыңыз, жазыңыз, кеңес береміз және ойнатып береміз.